Баршаңызға сәлем. Бүгінгі видеода фатиннен юбка тігіп үйренетін боламыз. Мен сіздерге ең оңай тәсілін көрсететін боламын. Сондықтан видеоны соңына дейін көріңіздер. Юбка тігу үшін бізге осындай фатин матасы керек болады. Және де астарына мен атлас матасын алдым. Және де бізге осындай ленточка керек болады. Атласның лента. Менде 2 см. Сіздер 3-4 әркім өз қалауы бойынша алсаңыздар болады. Юбканың ұзындығы 72 деп алдым мен. Оны қалай есептейміз? Қанша ұзындық қажет, соны аласыздар да соны 2-ге көбейтесіздер. Енді атластың несі? Астардың ұзындығы 32 см. Қатты ұзын алып қажеті жоқ бұның. Фатинді алып, осылай 2-ге бүктеп аламыз, қараңыздар. Осылай бүктеп аламыз да, міне мына жаққа қазір біз ленточканы тігетін боламыз міне. Осылай қойып, былай осы жақтан тігеміз. Бұны тігіп болғаннан кейін, міне мына жағында бұл жаққа да ленточка қойып, мына төбесінен тігіп шығамыз. Міне бір жағын тігіп алдым. Міне енді мына жақты да дәл жаңағыдай ленточканы қойып тігіп шығамыз. Міне екеуінде тігіп алдым лентаны. Енді мына аралық бізде 4 см, 3-4 см болу қажет. Осылай барлығы бірдей болу керек, ара қашықтығы. Одан кейін мына жағын, бүктелген жағын дүп түзу етіп осылай үтіктеп шығастар, марлы қойып үтіктеп аламыз. Енді мына подкладтың екі шетін тігетін боламыз. Былай бір қайырамыз, одан кейін тағы да бір қайырып. Былай бір қайырамыз, одан кейін тағы да бір қайырып. Осылай түзу тігіп шығамыз. Мына төменгі жағында дәл солай тігіп шығамыз. Міне мен астарында тігіп алдым, міне екі жағын. Енді фатин матамызды аламыз. Мына астарды осының ортасына жібереміз, бүктелген жерге. Енді осының үстінен тігіп шығамыз, түзу етіп шетінен тігіп шығамыз. Міне мына жағын тігіп алдық. Енді мына жақтан 4,5 см белгілеп мен сызып аламын. Бұл жерге біз резинка салатын боламыз. Резинканың ені қанша, соны өлшейсіздер, плюс 1 см қосып, соны мына жерден сызып аласыздар. Енді осыны былай түзу етіп тігіп шығамыз. Енді бізге мына екі жағын қосып тігуіміз қажет. Осылай тігіп, мына жерін оверлоктай салсаңыздар да болады. Бірақ мен басқаша тігіп көрсетемін қазір. Міне осылай аламыз да матамызды бір бүктейміз. Міне осылай бір бүктеп, осының үстінен кішкентай зигзагпен тігіп шығамыз.
Ең бірінші мына етегінен бастаймыз. Міне былай бір бүктейміз, одан кейін тағы бір бүктеп, осыны зигзагпен тігіп шығамыз. Міне осылай тігіп шықтым, зигзагпен. Міне осылай тұрады. Енді мына жағын қосуымыз қажет, дәл жаңағыдай. Бұны да зигзагпен тігіп шығамыз. Бірінші мына аяқ жағын бастаймыз. Былай екі бүктеймізде жіңішке қылдырып, тура осының үстінен зигзагпен тігіп шығамыз. Міне тігіп алдым. Астарын тігуіміз қажет. Міне астарын ең бірінші осылай оң бетінен, шетінен тігіп аламыз да, мына жағын қиып алып тастаймыз. Бірінші етек жағынан бастаймыз. Осылай шетінен бірінші тігіп аламыз. Енді бұнымна артық жерлерін былай қиып алып тастаймыз. Тігіске 1-2 мм жеткізбей, шетінен қиып тастайсыздар. Енді юбканы ішкі бетіне аударып, лапканың бойымен түзу етіп тігіп шығамыз. Енді беліне резинка салатын боламыз. Міне резинкасын салып алдым. Міне резинкасын салып алдым. Мына жағында ине жіппен, жасырын тігіспен тігіп тастайсыздар. Міне осымен біздің юбкамыз дайын. Сіздерге ұнады деген ойдамын. Осылай тез әрі оңай тәсілмен юбка тігіп алсаңыздар болады. Егер де менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркелуді ұмытпаңыздар.